әріптестер, бүгінгі таңда білім беру жүйесінде болып жатқан жаңашылдықтар, өзгерістер, отандық білім беру жүйесін дамытуға негізделген деп білсек, осы отандық білім беру жүйесін заманауи форматта жаһандық білім кеңістігіне ену мақсатында дамыту бүгінгі кез келген ұстаздың басты міндеті, басты парыз деп білемін. Олай болатын болса, бүгінгі күні сіздерге ұсынғалы отырған контент тақырыбының жобасы оқытудың белсенді тәсілдері, оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамыту құралы деп аталып отыр. Сіздермен бірге осы белсенді оқыту тәсілдерін сабақ үдерісінде, яғни оқыту үдерісінде қолдану барысында біз оқушылардың тілдік құзыреттілігін, тілдік коммуникативтік дағдыларын қаншалықты дамыта аламыз деген сұрақтың төңірегінде ой бөлісемін. Яғни заманның сұранысына сай бәсекеге қабілетті тұлға даярлау бүгінгі күннің басты мақсаттарының бірі деп санайтын болсақ, заманауи форматта білім алатын ұрпақ кейінгі мәңгілік елдің ұрпағы, мәңгілік елді жасаушы тұлға. Олай болатын болса, оқытудың белсенді тәсілдерін қолдану, сол бәсекеге қабілетті тұлғаны даярлаудың бірден бір құралы деп білеміз. Енді тіл мамандары үшін мынадай мәселе. Оқушылардың осы бәсекеге қабілеттілігін, бәсекеге қабілетті тұлға қылып дайындауда қандай жұмыстарды атқарғанымыз жөн. Әрине, ол кезеңде қазіргі оқыту форматында қолданылып жүрген оқытудың белсенді тәсілдерін қолдануымыз қажет. Себебі осы белсенді оқытудың тәсілдері арқылы біз оқушылардың қазіргі қоғамның өмірдің сұранысына сай тұлғаны қалыптастыра аламыз. Яғни қазіргі қоғамда өмір сүре алатын, қазіргі қоғамда өзін қабілетті, бәсекеге қабілеттілігін сезіне алатын, өмір сүруге бейім тұлғаны қалыптастыру. Олай болатын болса, бүгінгі күні осы белсенді тәсілдерді қолдану арқылы оқушылардың тілдік құзыреттілігін толыққанды қалыптастыру әбден мүмкін. Яғни белсенді оқыту тәсілдерінің барлығы да оқушылардың өзара бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, тиімді ой бөлісуге, әңгімелесуге, сұхбаттасуға, пікірлесуге, өзіндік көзқарасын нақты белгілеп беруге, ой тұжырым жасауға, өзара әңгіме сұхбатқа еркін түсуге жетелейді. Яғни бұл белсенді тәсілдердің бірден бір ерекшелігі жұпта, топта, кіші топтарда, ұжымдық жұмыстарда бір-бірімен белсенді түрде қарым-қатынас жасай отырып, белгіленген тақырыпты толыққанды игеруге, білімді толыққанды алуға итермелейді, яғни ықпал етеді. Олай болатын болса, оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамыту барысында қолданылатын кейбір белсенді тәсілдерге тоқталып кеткім келеді. Мысалы, белсенді тәсілдер, жаңа өзім айтып өткендей, оқытудың түрлі форматында жүзеге асады. Мысалы, атап айтатын болсақ, TV-шоу әдістері, кезбет тілші тәсілін айтуға болады. Сол секілді ойлан бірік бөліс әдісін пайдалануға болады. Сол секілді тыңдайтын үштік әдісін пайдалануға болады. Бұл кезеңдегі барлық әдіс тәсілдер, яғни белсенді деп табылатын тәсілдердің барлығы да осы ұжымдық жұмыстануға, топтық жұмыстануға, кіші топтарда жұмыстануға, сондай-ақ жұпта жұмыстануға негізделеді. Енді айталық мысалғы ойлан бірік бөліс әдісіне тоқталатын болса, бұл кезеңде оқушылар көтерілген мәселе бойынша, яғни бүгінгі таңда берілген мәселенің негізінде сан түрлі өздерінің ойларын ойланады, яғни ойларын ортаға салады, сыни бағытта ойлайды, өзекті мәселенің шешу жолын қарастырылады, сондай-ақ идеяны анықтауға тырысады. Одан кейін ол ойларын, идеяларын, көзқарастарын жинақтап, олар топта немесе кіші топта сол ойларын ортаға салады, яғни біріктіреді.
әрқайсысы өздерінің ойларын ортаға салу барысында содан бір түйінді ой шығарады, яғни ортақ идея шығаруды ойлайды. Одан кейін барып ол идеяларын әр топтан шыққан түрлі идеяны мұғалімге, яғни ұжымда, аудиторияда олар өздерінің идеяларын ортаға салып айтады да, мұғалімнің көмегімен бөлісіп, талдап, бағалап, бағамдап, саралап, жинақтап, ой қорытып, түрлі талқыға салады, талдаулар жасайды. Бұл кезеңде бөліс жүзеге асады. Міне осы секілді детальдарды қос әдісін пайдалануға болады, фишбоун әдістерін пайдалануға болады, серпілген сауал әдістерін пайдалануға болады, қарлы кесек, тағы сол секілді көптеген әдіс-тәсілдер оқытудың белсенді тәсілдері болып табылады. Бұл кезеңде тілдік құзыреттілік қалай дамиды, қалай жетіледі дейтін болсақ, бұл кезеңде тілдік құзыреттілік сөйлеу дағдылары қалыптасады, ой жүйріктігі қалыптасады, ой тереңдігі қалыптасады, сондай-ақ сөйлеу мәдениеті қалыптасады, сөйлеу шешендігі қалыптасады, сондай-ақ ынтымақтастық ортада бірлескен жұмыстың өнімін жасауды үйренеді оқушылар. Өзара пікірлесу, пікірлесу барысында бір-біріне деген сыйластық, құрмет қалыптасады. Сол секілді сол ойлаған ойын, идеяны ортаға салуда оқушының бойына өзіне деген сенімділігі, өзіне деген жаңағы мені қалыптасып, өзінің осы ортадағы тұлға, бәсекеге қабілеттілігі қалыптасады деп айтуға болады. Сондықтан осы атап айтылған оқытудың белсенді тәсілдері кез келген сабақта мұғалім өзінің үдерісінде, тәжірибесінде қолдану барысында оқушылардың тілдік құзыреттілігін толыққанды қалыптастыра алады деп айтуға болады. Сондай-ақ жазу шеберлігіне қатысты қолданылатын әдіс-тәсілдер бар. Және де оқушының осы бір сөйлеу әрекетін жоғары деңгейде қалыптастыратын бірден-бір осы кері байланыстың барысында жүзеге асатын бұл мен әдісін пайдалануға болады. Үштік түйін манағы айтып кеткендей, шамшырақ идеясы, тағы сол секілді тәсілдерді, белсенді тәсілдерді қолдану барысында оқушы өзінің тілдік құзыреттілігін қалыптастыра алады және дамыта алады деп әбден айтуға болады. Сондықтан қымбатты әріптестер, ұстаздар, өздеріңіздің тіл сабақтарында, әдебиет сабақтарында, оқушылармен бірлесе жасаған жұмыстарыңызда, тәжірибелеріңізде оқытудың белсенді тәсілдерін қолдану арқылы сіз өздеріңіздің алға қойған мақсаттарыңызға жетесіз деп сенемін. Сондықтан оқытудың белсенді тәсілі бүгінгі күннің негізгі кілті, қайнар көзі. Яғни осы тәсілдерді қолдану арқылы біз бүгінгі күннің жас ұрпағын тәрбиелеуде мәңгілік елдің ұланын, бәсекеге қабілетті тұлғасын жасаймыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет, сау саламаттық.